Көзіңіз қызарып ауырама. Дереу офтальмолог дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Ол жай қызарып қана қоймай, конъюнктивит аталатын дертке ұласуы мүмкін. Вирустар, бактериялар, сусабын мен шаң, аллергия бұл аурудың қоздырғыш себептері болуы мүмкін. Конъюнктивит дегеніміз көздің шырышты қабықшасының қабынуын айтамыз. Конъюнктивиттің негізі бірнеше түрі болады. Ең негізгі түрлері ол бактериялық түрі, аллергиялық және вирустық түрі. Және олар араласып та кездесуі мүмкін. Ол араласып тұруы мүмкін, немесе вирустық, бактериялық, немесе аллергиялық бактериялық, тағы да басқа осындай араласып келуі де мүмкін. Кей бактериялар мен вирустардың себебінен туындаған конъюнктивит бір адамнан екінші адамға жылдам тарайды. Ал оның ішінде қауіптісі аденовирустық конъюнктивит. Вирустық конъюнктивит конъюнктивиттің ең күрделі түрлері болып есептеледі. Аденовирустық конъюнктивит деп аталады көбінесе. Оның емделу ұзақ болып келеді, 2 аптадан және 3 аптаға 1 айға дейін созылуы мүмкін. Және де оны клиникалық көрініс көздің ісуі, қызаруы және қышуы болып келеді. Сондықтан оны әрі қарай өршітпеуге әрекет жасаймыз. Мәселен, зақымдалған көзіңізді ұстамаңыз және уқаламаңыз. Қолыңызды сабынмен және жылы сумен қайта-қайта жуып жүріңіз. Көзден бөлінген кез келген затты бірден таза мақтамен тазартып лақтырып тастаңыз. Содан соң қолыңызды сабындап жуыңыз. Төсек орын тұсын, сүлгілерді ыстық суда сабындап жуыңыз. Көзге тамшы тамызған соң немесе май жаққан соң қол жууды ұмытпаңыз. Қазіргі кезде жаз айында шаң тозаң кезеңдерде ол көп кездеседі. Осы вирустық түрі. Вирустық конъюнктивитті вирустық тамшылар арқылы, бактериялық тамшылар және антигистаминді дейміз тамшылар, аллергиялық тамшылар және препараттар арқылы емдейміз. Көбінесе офтальмолог бақылауында болу керек. Ол өте жұқпалы болып келеді. Егер балабақшада, мектепте немесе жазғы лагерлерде қазіргі таңда бір бала ауырса, тез жұқпалы, ертесіне бүкіл коллектив жұқтыруы мүмкін. Айтпақшы, конъюнктивитті үй жағдайында емдеуге тырыспаңыз, өйткені конъюнктивиттің себебін білгеннен кейін ғана ем-дом жасалуы тиіс, әйтпесе ушығып кету қаупі жоғары.